имам намазда қателесті, немесе бір аятты ұмытып кетті. Сөйтіп артындағы жамағат имамға талқин берді, яғни лұқма берді. Түсінді ма? Лұқма. Сөйтіп имамға лұқма беру намаз бұзбайды. Алайда намазың сыртында бір кісі Құран оқып жатыр, жаттап жатыр, қателесті. Соған лұқма беретін болса, лұқма беру үшін намазы бұзылады. Өйткені ол басқа бір кісіге үйретті дейді. Ал үйрету оның барлығы намаздың ішіндегі нәрсе емес, ол намаздың сыртындағы нәрсе. Сол үшін намаз бұзылады дейді. Осында тағы нәрсе айту керек. Біріншіден, имам бір қателеспейтін, жақсы жаттаған аяттарды немесе сүрені оқу керек. Имамдық бұл тәжірибеден өткізетін нәрсе емес. Сынап көрейін өзімді деген секілді. Оның өзін тахаджудты оқы, нәфіл намазда әбден сол сүрені пісіріп ал. Одан кейін дайын болған сүрені имамдыққа шыққан уақытта оқу керек дейді. Екінші, егер де намазға жайыз болатын аяттарды оқыдың, ол уәжіп өтелді. Уәжіпте 3 қысқа аят немесе бір ұзын аят, дұрыс па? Намазды аяқтауға болады. 3 аят оқыдың, қысқа 3 аят оқыдың. Немесе сол 3 қысқа аяттың мөлшерінде ұзын аятты оқыдың. Рүкуға барсаң, айыбы жоқ ешқандай. Ондай кезде қателестің ба, онда рүкуға бара сал. Әлгі ұзын сүрені немесе ұзақ болған аятты толықтай даканса тұрып, айтып жаттап оқу шарт емес, бауырлар. Бізде болады даканса оқу, бір сүрені ниет қылды, соны аяқтау керек ше. Үйтіп аяқтау керек. Жоқ. Шарт емес ол. Біріншіден, өзіңізге немесе жамағатқа зиян келтіресіз. Жамағат қана зиян келтіреді, ол жамағатты азайтуға себепші болады. Имам қателесе берсе, жамағат оған ұймайды, басқа мешітке барады. Ал жамағатты азайтуға себепші болған нәрсе, бұл шариғатымызда мәкрух болады. Түсінді ма? Бұл екінші нәрсе. Үшінші, егер имам бір аятты ұмытып қалатын болса, артынша лұқма береді бізде жамағат. Артынша, енді жаттаған ғой ұзақ аятты, жаттаған ғой. Жоқ, артынша бермеңіз. Сәл мүмкіндік беріңіз, сәл мүмкіндік. Күтіңіз, сәл. Мүмкін еске түсетін шығар. Бірінші, жақсы жаттаған сүремен намазға шығу керек. Екінші, егерде қателессеңіз немесе ұмытсаңыз, намазға жайыз болатын сүрелерді аяттың оқысаңыз, болды, артынша рүкуге бара беріңіз. Одан кейін имамға үйшілер, жамағат артынша лұқма беруді асықпаңыз. Аз ғана күтіңіз, түсінді ма? Сондай уақытта имам енді даканса ол ондай тұрып береді, оқу керек. Жаттаған сүресін толықтай оқысы келіп жатыр. Онда лұқма беріңіз. Лұқма берсе болады, түсінді ма? Еске түсіресіз. Яғни имамға лұқма беру намаз бұзбайды болады. Шариғатта рұқсат беріледі, түсінді ма?